Milli harakat kişiler turuna söylesip келезірек. Элек мені журналист боларақ, мені гіл қолланадыры, тігісі мұнсы, бигірәк та бірсі шуларының орысша айтпыш лидер деген шул. Мен қойсы уақытта мен айтам, ақша төлемейсің ме? Жоқ, сен міне халқыңа қызмет етірге тиіш. Шул қызмет еткен үшін сені ғұрланырға тиіш. Шулай деп, мен неше ел ұзғаш, тігі нәрсе деп айталар әлі дұрыслықти тишіп шыға ол жеріне де тігі күмбәр шекілі міне асфальт болса да шун кібік бір қойшан бір әуіне ұзаттылар. Ол шында мені шақырды оқырға, Құран оқырға шында сұнасын мен ойламышы неше елдан соң айтып салды. Мен ана кіріп шыға едім, ол де мен әді милли харакатқа деп берәдірі, мен арқылы де ақша берәдірі, мен шылай мен көп етіп жәлләмеші, қызғанмеші берә еді де. Аны әлі бардық, анын білә мәселен тігі түрлі предприятиялар деп атылар орысша түзушілеріні, шunda да барсақ бірсі туйған, мен аңладым, ол айта қайыр ұстап көп мүйіріге болады. Шул қайсы уақытта милли харакатқа керек ақша деп, шулай деп ол тігіні мұны сұраған, ол ақша бермеше, я орындықлар берген, я үстәл, я нәрсе, елдәнісі, шулай мен айтам, әлі алар уақытында да енді ярлық алмадылар. Меңа шахар башлығы, мен депутат шағымда ол ауырлық, қорқынышлық астында қалды жетекші шахарының. Аны шул тігі Қазаннан түсірге ерейлер, шунда меңа сөйледі. Башта дей, мен аларға шул қатылы дей, ярдам еттім дей, мәдді яғынан. Алар мені қазір мен қаршы шығалар дей. Мына шундай болды хәл жемағат. Мен енді ғұмымен әрқайсын барысында яманлап айтасым келмей, арасында түрлі кішілер бар. Қайсылар мәселен шын көңілден енді ретілер, қайсылары мәлләт пәрвары деп өзлеріні көрсеткен болды. Әмі бір сөз мә білді ме, татарша жоқ ма? Уақытында мен педагог институтын толай тұрағында тұрған шақта бірсі хатта Киевтан келген хатыны маржа өзі бір сөз татарша білмей. Шасын бірсі юрист, адвокат болды. Ол да шында шығыш жасадыры, қызу жиылышыларды әмі қара сөзі орысша боладыры, шынки татар тілін білмейдірі. Шынасын тағы бірсі доктор болып берді. Ол да өзі да бір сөзіні татарша білмейдірі, әмі ең алда барушы татар милләтшісі болып берді. Міне шул мен айтам, уақыт өзгерге шалар шул тек аңлады ма, қайда жил исе, шунда бұрылып неттілер ме, ник алар милләтші болса, ник өз туған тілін білмегелінер екен деп, қазірді шул хайран қалып тұрам әлі. Шул тек уақытлар өзғаш, тегі ғаділсізлік тек бұршый, сенде халқыңа бошлай қызмет етірге тиіш деп, шулай деп тұрыштылар мені журналист боларақ қолланырға.